Құрметті жобасының көрермендері, Із тұлға айдарының соңғы қонағы біздің жобамыздың жетекшісі Бақытнұр Іңкәрдің сұхбатына қош келдіңіздер. Іңкәр, сәлеметсіз бе? Баршаңызға сәлем, менің атым Іңкәр. Мен Қытай Халық Республикасы Үрімжі қаласында дүниеге келгем. 2012 жылы Қазақстанның батыс бөлігі Ақтөбе қаласына көшіп барғанбыз. Ол жерде мектепті бітіріп, 2016 жылы мен Назарбаев университетіне бакалавр оқуымды бастаған едім. Мамандығым құрылыс инженерия. Және былтыр оқуымды тамамдап, қазір ғылыми зерттеуші ретінде жұмыс жасаймын. Сонымен қатар, бос уақытында із атты жобаны бастаған едім. Содан бері бір жылда өтіп кетіпті. Бүгін сіздермен өз әңгімеммен бөлісемін. Жалпы қандастар көп көшпейтін, көшіп бармайтын қалаға барған қандай болады екен? Бұл жерде айта кететін жайт, Ақтөбе тек Қытайдан барғандар азырақ барады, ал Өзбекстаннан барған қандастар негізінен ол жерде көп. Яғни сонымен қатар тағы Ресейден барғандар да көп. Ал Қытайдан келгендер аз болғандықтан өзінің енді плюс жағы және минус жақтар болды десем болады. Бірінші айта кететін жайт, Ақтөбенің қала тұрғындары бізді өте жылы қарсы алды. Менің класстастарым болсын, мұғалімдерім болсын, немесе мамамның әріптестері болсын, барлығы ой, Қытайдан келген қазақсыңдар ғой, қош келдіңдер деп сөйтіп бастап, солай өте жылулықты танытты десем болады. И сонымен қатар ол бейімделуге көмектескен деп ойлаймын. Себебі ол жерде біздің мектепте тек екі Қытайдан келген қандас отбасының балалары ғана оқыды. Сондықтан біз былайша айтқанда жергілікті халықпен бірге өмір сүрдік десек болады. Тамақтану жағынан болсын, немесе әртүрлі өмір салттарымыз тез арада осы Қазақстанның жергілікті халықтармен бірдей болып кетті десем болады. Енді минус жақтары да болды деп айтып кеттім. Біріншіден, қазірге дейін Қазақстанда менің ойымша Астана, Алматы және Шымкент қалалары және одан басқа былайша айтқанда регион дейміз ғой, олардың айырмашылықтары әлі бар. Ол білім саласы болсын, инфрақұрылым болсын, о жақтарынан айырмашылықтары шамалы үлкен болғандықтан ол әсер етті десем болады. Мысалы, оқуға түскен кезде былайша айтқанда университетке дайындайтын курстар аздау болды, мүмкін ақпараттар ондай қатты толықты жеткізілген жоқ бізге. Сол бір минус жағы болды десем болады. Екіншіден, енді әрине жалғыз сезімде боласың. Себебі, мысалы, мама, сіңлім, үшеуміз дәл сол жерде жалғыз болып жүрген сияқты болған кездер болды. Туыстарымыз жоқ, таныстарымыз жоқ. Сол жағынан, егер мысалы Алматыға көшіп барғанда болса, мүмкін оңайырақ болатын шығар деп те ойлаймын. Бірақ та жалпы Ақтөбеге көшкен маған қатты ұнады. Әлі күнге дейін мен Ақтөбені Қазақстандағы туған жерім деп есептеймін. Керемет. Ал егер сізге қазір таңдау берсе, сол уақытқа қайтып барып, үлкен қала немесе Ақтөбе, Алматы, Астана деген бір қаланы таңдайтын болсаңыз, қай қалаға көшер едіңіз? Әлде Ақтөбені таңдаушы едім. Ақтөбе, соның ішінде менің оқыған 21-ші гимназияға әлде сол жерге оқуға түсуші едім. Сіз алғаш Қазақстанға келген кезде әліппені де білмей келіпсіз ғой. Жалпы сіз Қазақстанның білім жүйесіне қалай сіңісіп, үйренісіп кеттіңіз? Шыны керек, мен қазақ тілінде оқи алмадым. Тек қана сөйлей алдым, бірақ та соның өзінде ауызекі тілді ғана білдім десем болады. Ал білім жүйесіндегі академиялық терминдерді мен мүлдем білген жоқпын. Сондықтан ол қиындық туғызды. Әсіресе мен 10-шы сыныпта келетін кезде, былайша айтқанда 2 жылдан кейін ұлттық бірыңғай тестілеуге тапсыруым керек болды деген сияқты сондай факторлар болды. Қиын болды. Сол кездегі мен үшін өте қиын болды. Оның бір жағындағы себеп, яғни мен Қытайда өте жақсы оқығанмын, ал мен жерге келгенде ештеңе білмейтін сияқты сондай бір негативті тудыратын көңіл күйде де болып жүрдім. Көңіл күйіңізге де әсер еттіңіз. Бірақ та маған өте көп адамдар қолдау көрсетті
десем болады. Жаңа айтып кеткендей, менің класстастарым әлі күнге дейін есімде. Қасымдағы балалар маған әліпби үйрететін, қалай дұрыстап жазасың деген сияқты нәрселер үйрететін. Ал мұғалімдерім де қосымша сабақтар беріп, немесе сабақтың өзінде маған арнайы көңіл аударып, былайша айтқанда мен мысалы математика жақтан, физика жақтан жақсырақ болғандықтан сол жағынан мені бағалай білді. Ал олар да түсінді, былайша айтқанда қазақ тілінде немесе тіл жағынан гуманитарлық пәндерде маған қиындау болатынын түсініп, сондай жетекшілік етті десем болады. Бірақ та әрине бұл жерде мен өзімнің еңбегімді жоққа шығармаймын. Өте қатты Қытайда жүргенге қарағанда өте қатты еңбекқор болып кеткен сияқтымын, әсіресе ең алғашқы жылдары. Себебі мен жаңа айтып кеткендей, мен бірінші күні сабақ оқу деген нәрсені білдім, солай арқылы баға беретін. Сосын мектепте жүрген кезде бірінші 90, екінші 90 сабақ айтпай жүрдім, бірақ та былай оқып жүрдім. Бірақ та үшінші 90-ға келгенде енді сабақ айтуым керек болды. Барлық бағам 2 болса болмайтынын түсіндім да, немесе 3, сосын үйге барып сабақ айтам деп, география пәні менің ең ұнататын пәнім болды сол кезде. Сосын кітабын оқыдым, оқулықты. Бір параграфты түсіну үшін маған 2 сағат кетті. Ол жерде 10 неше параграф бар да. Былайша айтқанда маған бір сабақ айту үшін кем дегенде 20 сағат немесе 30 сағат отырып, түсініп, сосын айта алатындай болдым да. Солай жайлап сөйтіп еңбек еттім, ОБД-ға жақсы тапсырдым деген сияқты. Сондықтан 2 жақты болды десем болады. Жалпы сіздің ОБД-дағы қанша балл алғаныңыз бізге қызық болатын еді? Жоғары алдым, бірақ та нақты қанша балл алғаным есімде жоқ. Грантқа түстім Евразия ұлттық университетіне. Керемет. Ал жалпы сол сабақ кезінде, мысалы, сіз қазір бізге айта кететіндей бір ерекше жағдайда қызық оқиғалар болды ма? Осыған дейінгі спикерлерде өте көп қызықты оқиғалар айтты. Менде де сондай оқиғалар көп. Ең алғаш келген жылдарда әрине өте көп, былайша айтқанда, қызық түсініспеушіліктер болды, сонымен қатар қызықты істер де болды, жағдайлар болды. Енді айта кететін, мен үшін өте қызықты жайт, ол жаңа айтып кеткенмен, мысалы, шетелден келген қазақтар мектеп кезінде қосымша сабақтар беріп жатады, апайлары былайша айтқанда көмектеседі деген сияқты. Ол білім жүйесінің әртүрлілігінен болып тұрады. Немесе тіл жағынан шамалы жетіспеушіліктер болғаннан кейін көмектеседі. Ал менің ең алғаш алған қосымша сабағым ол дене шынықтыру сабағынан болған. Оның себебі мектеп бағдарламасы бойынша 2-ші 90-да гимнастика деген сол бойынша жаттығулар жасаймыз. Ал мен Қытайда жүрген кезде гимнастиканы мүлдем, былайша айтқанда, онымен шұғылданып көрген жоқпын. Қытайда оқылмайтын болып тұр ғой. Сондай болды. Сосын мен сабақта өте қатты қиналдым тышыдан. Сосын апай айтты, түс қайта кел, 5-те деді. Сосын ол кезде оның 3-4 сыныптарға да сабақ өтіп жатқан екен. Сонымен қатар маған да былайша айтқанда, мынаны істеп көр, былай істе деп маған көңіл аударып, сөйтіп гимнастика жағынан үйретті. Қызықтысы, сол 90-да мен 5 алдым дышыдан деген сияқты. Қосымша сабақ шынымен көмектесті ғой сізге? Көмектесті, және дышыдан да қосымша сабақ алуға болатынын түсіндім. Керемет. Сіз былтыр Назарбаев университетін құрылыс инженериясы мамандығымен бітірген екенсіз. Жалпы осы қысқа уақыттың ішінде Қазақстанға келіп, орта мектепті бітіріп, УБТ тапсырып, одан кейін мамандық таңдауға қалай үлгердіңіз? Үлгердім деп те айта алмаймын. Себебі бұл жерде жасыратын еш нәрсе жоқ. Мен мектеп бітірдім, УБТ-ның бағасымен Евразия ұлттық университетіне грантпен түстім, бірақ та мамандығым филология болды. Ал мен өзімді бұл саладан көрген жоқпын. Сондықтан мен гранттан бас тарттым, ата-анамның қолдауымен. Сосын, былайша айтқанда, 2 жыл
демалдым дейін ба, әлде өзімді іздедім десем де болады. Себебі кішкентай кезімде менің арманым адвокат болу еді. Мен заң саласында күнде костюм киіп, сөйтіп басқалар үшін жұмыс істегенді өте қатты ұнататын, сондай өзімді елестететін. Арманыңыз болды? Иә, сондай армандарым болды. Бірақ та Қазақстанға келгеннен кейін бұл арманым іске аспайтын сияқты болып сезілді. Себебі тіл жағынан болсын, немесе көп жағынан өзімді былайша айтқанда осы салада көре алмадым. Ал филология жағынан да мен тілге ондай былайша айтқанда жақсы бейім емеспін. Сондықтан мен оны өмірлік мамандығым ретінде де көре алмадым. Сосын мысалы 10-11 сыныптар мектептегі оқушылар қандай мамандық таңдаймын деп ойлап жүрген кезде, мен ол кезде қазақ тілін қалай үйренем, немесе сабаққа қалай үлгерем деген сияқты сондай басым ауырып жүрді да, басым қатып жүрді былайша айтқанда. Сондықтан маған уақыт болған жоқ. Сосын мамам, папам былайша айтқанда қолдау көрсетіп, онда сен бір демалып, немесе басқа да бағдарламаларға қатысып, өзіңнің не қалайтыныңды, Қазақстанда қандай жол таңдаған келетініңді соған шешім қабылдағанша былайша айтқанда оқуға түспесең де болады деп айтты. Әрине бұл өте қызық, себебі менің ата-анам екеуі де университетте 20 жылдан астам жыл былайша айтқанда мұғалім болып келген кісі, ал олардың үлкен қызы былайша айтқанда университетке де түспепті деген сөз қиын да болатын шығар деп ойлаймын. Олар түсінді десем болады. Сосын шынымен де мен көп жерлерге бардым, сол 2 жылда бағдарламаларға қатысып, ең соңында өзімнің былайша айтқанда артықшылықтарымды байқап, және болашақта өзімнің қай салада көргім келетін анализ жасап, сосын құрылыс инженерия деген мамандығын әсіресе Назарбаев университетін сол кезде сөйтіп таңдаған едім. Ал жалпы сіз осы 2 жыл ішінде құрылыс инженериясы мамандығына қарай апарған бір нақты оқиға немесе жайт болды ма? Ол 2 жылды мен босқа өткізген жоқпын. Көптеген, жаңа айтып кеткендей, көптеген жерлерге бардым, бағдарламаларға қатыстым. Бірақ та дәл осы мамандықты таңдау, оның себептері болды. Біріншіден, мен өзім жұмыс жасадым десем болады. Мектеп кезінде өзіме ең ұнайтын пәндер, мысалы математика, физика, географияларды білгеннен кейін, олар инженерияға және дәл осы құрылыс инженерияға жақын екенін білдім. Сосын өзімнің артықшылығымды осылай пайдаланғым келді. Сонымен қатар көші-қонның да әсері болды. Қазақстанға келгеннен кейін әртүрлі инфрақұрылымдарды көріп, осы салада жұмыс істегім келді десем де болады. Және қатысқан бір бағдарламамның ішінде біз яғни құрылыс орындарына барып практикадан өттік. Қыз бала ретінде, әрине құрылыста жүрген кей кезде ыңғайсыздау болады, бірақ та істей алатынына, өзімнің осы салада жұмыс жасай алатыныма сенімді болған сияқты болдым. Осылайша, былайша айтқанда көбірек жігермен, толық ойланып таңдаған мамандығым болды десем болады, және дәл осы Назарбаев университеті таңдағанымда сол 2 жылдың нәтижесі болды десем де болады. Осынша көп ойланып таңдаған мамандығыңызды сіз жақсы көресіз бе? Бұл сұрақты менен көп кісілер сұрайды, себебі университетте 5 жылдың ішінде мені көп адамдар инженерия факультетінен емес, ал гуманитарлық бағытта оқитын студент деп қабылдайды. Себебі сабақтан тыс кезде мен белсенді болдым, және белсенді болған салаларым студенттік клуб болсын, басқа да организациялар болсын, немесе ерікті жұмыстар болсын, барлығы менің мамандығыммен ондай қатты байланысы қатты болған жоқ десем болады. Сондықтан сол сұрақ маған көп қойылады. Мен мамандығымды жақсы көрем. Әрине құрылыс инженерия ол бір өте үлкен сала десем болады. Оның ішінде түрлі түсті бөліктері бар. Мысалы экологиялық бойынша,
структура бойынша немесе геотехника бойынша немесе дәл құрылыс орындарын менеджмент бойынша да сөйтіп жіңішке бағыттары бар. Сондықтан мен оның ішінде барлық бағытты жақсы көремін деп айта алмаймын, бірақ та өзіме ұнайтын бағыттар бар. Және өзімді осы салада болашақта әлі де көремін. Сіз жаңа айтып кеткендей, сізді университет кезінде гуманитарлық бағыттағы оқушы екен деп ойлап қалады дейсіз. Осындай екі түрлі бағытты қалайша бірге алып жүрдіңіз? Оған әрине уақытты тиімді пайдалану керек болды. Біріншіден менің ойымша ол салаларда жұмыс жасағаным ерікті болсын немесе бір мүшелері болып сондай жұмыс атқарғаным мен үшін өте маңызды болды. Себебі оларда маған өте көп өмірлік дағдыларымды дамытты десем болады. Мысалы айтқанда сыни ойлау, адамдармен жұмыс жасау, teamwork дейміз ғой, шешім қабылдау, көшбасшылық сияқты сондай өте көп маңызды нәрселер үйретті десем болады. Және екінші жақтан менің ойымша бұл менің инженерлік сабағыммен қайшы болған жоқ. Себебі инженер жұмысының нәтижесі ол адамдар үшін болады. Сондықтан мен адамдарды ойлай алатын, адамдар үшін нәрсе жасай алатын сондай бір инженер болғым келеді. Сондықтан да бір бағытқа мүмкін кей кезде тоқталып қалмай, басқа да бағыттарда өзіңді сынап көру керек шығар. Себебі мысалы қазір енді мен университет бітіргелі 1 жыл болды. Мен әлі де өзімді іздеп жатырмын. Мен білмеймін, болашақта нақты инженерлік жұмыс жасайын ба, әлде басқа бағытта істеймін ба. Бірақ та менің ойымша осыған дейінгі тәжірибемнің арқасында мен әртүрлі салаларда өзімнің істей алатыныма көбірек сенімді болған сияқтымын. Университет кезіңізде де, қазіргі кезде де өзіңіз үнемі ізденіп жүрсіз ғой. Қандай тамаша? Жалпы осылай ізденіп жүріп, сіз жоба жасауға да кірісіпсіз. Былтыр қазан айында біз өз жобасын бастаған болатынбыз. Яғни біз әлеуметтік желілерде, ютубта, инстаграмда этникалық репатриаттар жайлы әңгіме айтқан болатынбыз. Өзіме де қызық. Жалпы осы жобаға алып келген не болды? Өз жобасын бастамастан бұрын өте көп уақыт ойландым десем болады. 3-ші курс кезінде тіл және жаһандану деген сабағын алған болатынмын. Сол кезде Қазақстанның жағдайын қарап, жаһандану және миграция процестерін қарастырдым. Көптеген қандастар жайлы ғылыми зерттеулерді сол кезде ғана көрдім. Оларды оқып жатқан кезде мен өзімнің жалғыз емес екенімді сездім. Былайша айтқанда, менің кездескен қиындықтарым болсын, ол басқаларда былайша айтқанда ғылыми түрде дәлелденген сияқты болып сезілді да. Ал бұл осындай байқағанымды көп адамдармен бөліскім келді сол кезде. Бірақ та сондай бір платформа болмаған сияқты болды. Сосын 3-ші курста сол сабаға алып болғаннан кейін бір достарыммен әңгімелесіп жатқан кезде Алматыға келген қандастардың әңгімелерін естідім. Олардың көші-қон тәжірибесі менімен мүлдем ұқсамайтынын сездім. Өкінішке қарай, ол жақтарда жастарға мектепте дискриминация, буллинг сияқты жағдайлар өте көп екенін сол кезде ғана білдім. Мен өте таңғалдым. Және сонымен қатар ол дискриминацияның ар жағы да жасөспірімнің психологиялық жағдайларына өте қатты әсер ететінін түсіндім. Солай ойланып жүрдім. Ол пандемиядан бұрын болатын. Осындай бір жоба жасауым келеді деп сондай бір достарыммен ақылдасып сөйтіп жасайық деген сияқты болып жүрдік. Бірақ та пандемияның себебінен кешіктірілді. Сосын былтыр университет бітіргеннен кейін мамыр айында қайтадан осы жобаны ойлап жасайым деген бекімге келдім десем болады. Мамыр айынан қазан айына дейін 5 ай былайша айтқанда дайындалдық бұл жобаға. Ол кезде концепциясын былайша айтқанда бұл жоба не үшін пайдалы болады, не жасауымыз келеді, сол кезде дайындап жүрген кезде нақтыладық десем болады. Ең басында ол тек қана бір кішкентай идея болған сияқты, қазір енді бір жоба болып шықты.
сіздің осындай кішкентай идеяңыздан бастап үлкен жобаға дейін апарған, әрине сіздің өзіңіздің еңбегіңіз мол, бірақ осы жол бойы сізге көмектескен біреулер болды ма? Иә, мен бұл жобаны өзім жалғыз істедім деп айта алмаймын. Әрине бізге өте көп адамдар көмектесті. Біріншіден, мен бұл жоба жаңа айтып кеткендей өзімнің жалғыз авторлық жұмысым емес, бұл бір команданың жұмысы. Командамда 9 мүше бар, олар барлығына өте көп еңбек етті. Солар көмектесті десем де болады енді. Бірақ та өзімнің командамнан бөлек көптеген сырттағы кісілерде де көмектесті. Біріншіден, енді айта кететінім, жобамыздың 2 демеушісі болды. Біреуі ЮНЕСКО APCIU деген организация болды. Ол оңтүстік Корея Сеулда орналасқан. Солардың бір конференциясына қатысқан кезде осындай бір грант ұтып алу мүмкіндігім болды. Екіншісі Назарбаев университеті әлеуметтік даму қоры. Олар түлектерге, студенттерге немесе ништағы оқушыларға осындай конкурс байқау жариялайды жыл сайын. Сол кезде жобамызда былайша айтқанда дұрыстап бағаланып, сол грантты ұтып алдық десем болады. Жақсы баға алдыңыз дейсіз. Иә. Осындай 2 демеушіміз бар. Осыдан тыс, енді біздің аудиториямыз бізге өте көп көмектестік десем де болады. Себебі олар бізге жазып, өздерінің оқиғаларын айтқандықтан біз көптеген мазмұндарды шығара алдық. Спикерлер де көмектесті десем болады. Осыған дейінгі сұхбат берушілердің барлығы өз еркімен сұхбат берді. Жобаға өздерінің үлесін қосты деп те айта аламын. Әрине, медиа саласы маған да бір жаңа сала болды. Былтыр мүлдем түсінбейтін едім. Әлеуметтік желі болса да, енді өзімнің жеке парақшамды жүргізіп қоям Инстаграмнан, бірақ та оны бір жоба ретінде қарастыру, профессионалды түрде бастауыма Қазақстанның енді танымал журналисті десем де болады, Айсына Әшім де маған көмектесті. Маған былайша айтқанда 5 апталық тренинг жүргізді. Өзінің Батыр Жамал, Маса Медиа, Village Қазақстан деген сияқты медиаларды қалай жүргізіп жатқан солай тәжірибесін бөлісті десем де болады. Олдай үлкен ықпалын тигізді деп те айта аламын жобаға. Сондықтан бұл жоба бір өзімнің жобам емес, көп адамдардың еңбегінің арқасында болған осындай бір жоба болды деп айта аламын. Жаңа сіз айтып кеткендей, сіз кәсіби түрде әлеуметтік желіні жүргізе алмайсыз. Ал жалпы бізге қызық, қалған қатысушылар, мемберлер дейміз ғой, солар кәсіби түрде жүргізіп жатыр ма бұл жобаны? Жоқ, олар емес. Менің команда мүшелерімнің барлығы ерікті түрде бір жыл бойы жұмыс жасап келе жатыр. Және олар көбінесе STEM бағыт дейміз ғой, ғылыми технология бағыттарынан оқыған студенттер болсын, мектеп бітірген оқушылары болсын, сондай болып келді. Олар ешқайсысы медиаға жақын немесе журналистикаға жақын болған жоқ, бірақ та осы жыл бойғы жұмысымыздың арқасында көп нәрсе үйренді және үйреніп келе жатыр деп айтсам болады. Біз бірге ізденісте болдық, бірге үйрендік, қателерімізді сараптап, солай жақсырақ жоба жасауға тырыстық десем болады. Әрбіреуінің еңбегі мол. Осы орайда мен оларды атап кеткім келеді. Мүмкіндік бересіз бе? Иә, әрине. Енді атап кететін болсам, ең басынан ақпараттарды жинап, әңгімелерді жинап, пост жасайтын бізде Елнұр, Зарина, Зере, Ағарке болған, Айсұлтан. Сосын олар керек кезде ағылшын тіліне, орыс тіліне немесе қазақ тіліне аударма жасайды. Оның ішінде жаңа айтап кеткен мүшелерден бөлек Інжусен барсың, Болсын бар деген сияқты. Сосын оны жібереміз әлеуметтік желіге. Әрине жіберуден бұрын дизайн жасаймыз. Көп адамдар біздің дизайнымызды жақсы көреді. Соған енді
бізде дизайнер Елнұр және иллюстраторымыз Лирси бар. Оларда да былайша айтқанда еңбек етеді осы бағытта. Сосын әлеуметтік желіге жариялау, аудиториямызбен қарым-қатынас жасау деген сияқты SMM жағынан жауапты болатын Диноraмен болсын бар. Әрине кей кезде ерекше жобаларымыз болды. Жобаның ішінде рубрика дейміз, немесе айдарларымыз болғанда, мысалы Reels түсіру, оған енді барлығы көмектесті деп айта аламын. Сұхбат түсіру де сондай болды. Сондықтан менің ойымша бұл бір команданың жұмысы болды. Біздің жоба жалпы әлеуметтік желі, соның ішінде Instagram және YouTube'тың ішінде жарияланады. Жалпы осы екеуін таңдауыңыздың себебі неде? Жалпы жобаның миссиясы десек қалай болады? Енді біздің жобамыз ең басынан айтылғандай, біз көшіп келген этникалық қазақ жастарына бағытталған. Ал жастар қолданатын платформаларда жұмыс жасауды жөн көрдік. Ол яғни Instagram. Енді YouTube-тың себебі біз сұхбаттарды сол жерде жүргізіп, сол жерде жариялағымыз келді. Толыққанды адамдар сол жерде таба алатындай қылып. Сол себептен YouTube-ты қолдандық. TikTok-қа әлі жете қойған жоқпыз, бірақ та негізінен ондай да жоспарлар болған еді. Бірақ та осы екі платформаны тең алып жүруде енді көп жұмыс болды. Сондықтан осы екі платформаны таңдадық десем болады. Ендеше платформаларды жеке-жеке айтып кетсеңіз. Instagram мен YouTube-тың айырмашылығы қандай? Иә. Instagram-да біз көбінесе посттар шығардық. Енді соңғы 4 айда Reels-тарды да шығарып жүрміз. Мүмкін оқырмандарымыз барлығы байқаған шығар. Әр айда бізде әртүрлі тақырыптар болады. Сол тақырыпта әңгімелейміз. Сонымен қатар бізде әртүрлі айдарлар болады. Ол да өзінің бір мақсаттары болады. Мысалы, әңгімелер болса, анонимді түрде қандастардың әңгімесін айтамыз. Немесе зерттеулер болса, ғылыми зерттеудің нәтижелерін оқырмандарымызбен бөлісеміз. Сондықтан ол көбінесе жазбаша түрде болған сондай бір посттар арқылы шығардық. Instagram көбірек қандастар жайлы ақпараттар беру мақсатында қолданылды десем болады. Енді YouTube-қа келсек, ол жерде біз қандастармен сұхбаттарды жарияладық. Оның себебі олар әртүрлі салада жұмыс жасап жатқан, өзінің көші-қон әңгімесін айтып бере алатын сондай жастармен сұхбат жасау арқылы біз яғни қандастардың әртүрлі бола алатын, Қазақстанда түрлі түсті мүмкіндіктер, қандастарға сондай мүмкіндіктер бар екенін көрсеткіміз келді. YouTube пен Instagram екі түрлі мақсатта болғанымен, екеуі де біздің жобамыздың ортақ миссиясы қандас жастарына қолдау көрсету және әртүрлі мәдени ортадан келген қазақ жастарының арасында өзара түсіністік орнатуға көмектескіміз келді. Жобаның өзінің мазмұны жайлы айттық, миссиясы жайлы айттық. Жалпы қандай мазмұн болмасын, әлеуметтік желіге жүктелген нәрселерге, мазмұндарға сыни көзқарастар, пікірлер білдіріп жатады адамдар. Жалпы осы біздің жобаға білдірген пікірлерді мен айтсам, ал сіз оған жауап берсеңіз. Жарайды. Мысалы, біріншісі қазақ тіліндегі қателіктер. Бұл пікірлерге келісетін кездерім болады. Жаңа айтып кеткендей, біздің көп мазмұндарымыз, посттарымыз, олар аударма. Былайша айтқанда басқа тілден қазақ тіліне аудардық. Сондықтан қате кетіп қалатын кездер болды. Және көп кісілер ол жайлы айтты. Өздеріңізде байқап отырғандай, менің қазақшамда ондай қатты керемет емес. Бірақ та тырыстық, енді жайлап-жайлап та жақсы болған сияқты. Бірақ та шынымен де қателіктер кетті. Екінші сындалу сұрағы ол өте көп текст жазғандарымыз. Оған да келісемін. Жаңа айтып кеткендей, платформаларды таңдау кезінде біз көбінесе аудиториямыз қай жастағы болғанға байланысты сондай платформаны, Instagram'ды сол себептен таңдаған болатынбыз. Бірақ та Instagram өздеріңіз білетіндей, ол көбінесе сурет,
график сондайларды көрсететін жер. Ал егер текст көбірек болса, ол негізінен Фейсбукта болу керек еді. Бірақ та жастар олар көбінесе Фейсбукта отырмайды. Сондықтан компромисс жасау болды. Бұл жерде біз әлі де жастарға бағытталғымыз келеді. Текстіміз шамалы көп болса да, осы жерде қала берейік деп сондай шешім қабылдаған едік. Енді үшіншісі, ол көп текст болғанның өзінде мазмұнның өте қиын болуы. Иә, күрделі болды. Көп адамдар айтты, әлеуметтік желі адамдар демалу үшін ғана кіреді деген сияқты. Бірақ та барлық адам ондай емес деп ескертуіміз керек сияқты. Кейбір кісілер үшін біздің мазмұндарымыз өте пайдалы болды. Терең болғаны оларға ұнады. Әрине барлық адамның көңілінен шығу қиын деп айтсам болады. Сондықтан солай болып қала берсін. Соңғы қойылатын пікір, ол біздің жобада қозғалған қоғамда әлі шешімін табылмаған сұрақтар. Жалпы біз сондай тақырыптарды көп қозғаған сияқтымыз. Бұған мен келіспеймін десем болады. Себебі біз ай сайын талқылап, мазмұн жасайтын кезде позитивті посттар және негативті посттарды былайша айтқанда баланста ұстауға тырысамыз. Әрине көп айтылмаған немесе пікірталасқа толы сұрақтарды соған байланысты мазмұндар шықты. Бұл яғни әлі де әлеуметтік желі арқылы адамдар арасында пікірталас болсын, әлі де өздерінің ойларын жеткізсін, сол арқылы мүмкін жайлап-жайлап шешімін табатын шығар деген мақсатпен жіберілді. Және шынымен де осындай әсіресе негативтары бар шамалы посттардың астында пікірлер көбірек болады. Оны да байқадық. Сондықтан осындай бір платформа керек шығар, әлі де осындай тақырыптарды талқылауға, әркімнің өз былайша айтқанда ойын жеткізуге сондай бір платформа болғымыз да келді. Жыл бойы жүргізілген бұл жоба неге жұмысын тоқтатады деген сұрақтар қойылып жатыр. Себебін түсіндіріп өтсеңіз. Иә, негізінен ең алғаш жоспарлаған кезде біз 1 жыл деп жоспарлаған едік. Бірақ та жобаның ортасында да ойладық, мүмкін ұзартамыз, мүмкін басқаша форматта іздің екінші жобасы деген сияқты солай жасауымыз келген кездер болды. Енді бірақ та ең соңына келгенде жоспарлағандай 1 жылда тоқтатқымыз келді. Оның бірнеше себептері бар. Біріншісі, ол яғни бұл жоба өзіндік ерекшелігі бар бір сүйкімді жоба болды деп айта аламын. Яғни көптеген айтылмай жатқан тақырыптар болсын, адамдарға ой салатын сондай тақырыптар болсын, соларды жеткізе алдық әлеуметтік желі арқылы. Сондықтан ол өзінің миссиясын орындап келе жатты десем де болады. Және екіншісі, яғни бұл жерде әр қашанда қандас жастарын бір бөлек қарау, осындай бір бөлек жоба жасау қаншалықты дұрыс деген сұраққа келеміз да. Осындай бір кей кезде кішігірім қысқа мезгілді жоба болып, солар жайлы айтылып, бірақ та көп кезеңде олар әлі де Қазақстандағы басқа адамдармен бірдей жүрген қалайтын едім. Сондықтан осы жоба осы 1 жылдың ішінде өзінің міндетін атқарды. Және болашақта басқа да жобалар болуы мүмкін, TikTokта болсын, немесе басқа форматта, әлеуметтік желі емес, басқа форматта жасалуға болатын көптеген мүмкін бола алатын жобалар бар да. Ал іс осы бетінше өзінің өз қалпында қала берсін деп ойлаймыз, иә. Енді жобамыздың аяқталуына орай осы жоба жайында қысқа сұрақтар қойып өтсем, сіз де қысқа нұсқа жауап берсеңіз. Жобаның аудиториясы қандай? Жоба басталғалы бері неше мың адамдар жазылды бізге, және одан көп те адамдарға жеттік деп те ойлаймын. Бірақ та аудиториямызға келетін болсақ, олар жартысы Қазақстанның жергілікті қазақтары, көбінесе әлеуметтік былайша айтқанда мәселелерге көңіл аударатын кісілер болып шықты. Және
жартысы қандастар десек болады, әртүрлі елден келген, оның ішінде көбінесе Қытай және Монғолиядан келген кісілер болды. Бірақ та әрине кішкентай бөліктері бар. Бұл жерде шетелдегі қазақтарда аудиториямызда бар екен, бізге жазып тұрады, өздерінің әңгімелерімен бөліседі. Оның ішінде мысалы Иран, Афғанстан сияқты. Сонымен қатар ақш, Түркия, Жапония, сол жердегі қазақтар да бізге жазды. Бірақ та осы кісілерден бөлек, яғни себебі біздің жоба ағылшын тілінде де жеткізілгендіктен де шығар деп ойлаймын, шетелдіктер де бізге көп жазды. Қазақстанға қызығатын, немесе этникалық көші-қонға қызығатын кісілер бізге жазып хабарласқан еді. Оның ішінде мысалы Гарвард және Йейл сияқты университеттерден де зерттеушілер бізге хабарласқан болған. Ай сайынғы тақырыптар қалай таңдалады? Оны көбінесе біздің оқырмандарымыз бізге әңгімелерін жіберіп, өздерінің айтқысы келетін нәрсесін бізге жазғаннан кейін, содан мүмкін жаңа ойлар туғызып, команда болып жиналып, ақылдасып, солай бекітеміз. Жобадағы ең қиын жағдай қандай? Оны жұмыстың көп болуы деп айтсам болатын шығар. Себебі жоспарлаған кезде мұндай көп жұмыс болады деп ойлаған жоқ едім. Шынымды айтсам, әрбір адам ерікті болса да өте көп жұмыс болып кеткен сияқты болды. Жобадағы көңілді әрі есте қаларлық сәттер қандай болды? Барлығы десем болатын шығар. Бізде өте жақсы команда болды. Өз арамызда өзіміздің әзілдеріміз болды. Өте көңілді бірге жұмыс жасадық десем де болады. Сонымен қатар көңілді сәттерге, яғни бізге позитивті кері байланыс келген кездер шығар. Яғни біздің жұмысымызды бағалап, бізге жазған оқырмандар, солар сондай жақсы сөздер жазған кезде, жылы сөздер жазған кезде біз үшін көңілді болды. Қуанып қаламыз, Иә. YouTube'дағы сұхбат берушілерді сіз қалай таңдадыңыз? Бұл сұрақ маған көп қойылады. Әрине біздің талаптарымыз болды. Біріншісі, жасы 35-тен аспау керек. Оған тек қана бір спикер бұл талапқа былайша айтқанда сәйкес келмеді. Оның өзіндік себептері болды. Екінші талап ол, яғни жас кезінде Қазақстанға көшіп келген болды. Әрине, ондай қатаң емес талаптар болды, яғни Қазақстанның әртүрлі университеттерінде оқыған, әртүрлі салада жұмыс істеп жатқан жас мамандарды сондай іздедік. Және сонымен қатар оқырмандарымызда да ұсыныстар берді. Мысалы, бұл кісімен сұхбат жасап көрсеңіздер жақсы болушы еді деген сияқты. Сондай болды. Тағы да айта кететін жай, бұл жерде минус жақтары болды, спикерді талдау жағынан. Біз негізіне әртүрлілікті көрсеткіміз келді, бірақ та спикерлеріміздің көбісі Қытайдан келген болды. Монғолия және Өзбекстаннан 2 кісі болды. Және екінші минус жағы, яғни біз тек қана Астана, Алматы қаласынан спикер тапқан сияқты болдық. Басқа өңірлерге әлі жете қойған жоқпыз. Оны былайша айтқанда, жобаның осы әсіресе сұхбаттың минус жағы деп айта аламын. Минус жағы деп жатырсыз ғой. Жалпы жобаны тоқтатқыңыз келген сәттер болды ма? Иә, болды. Жұмыс көп болған кезде, критикалар көп болған кезде, әрине бұл жобаны жасау үшін де мотивация мен жігер керек. Сондай сәттер болды, бірақ та соған қарамастан алып кеттік. Осы жобада жасаған ең ұнатқан және ең ұнатпаған жұмысыңыз қандай? Ұнатпаған жұмыс болған жоқ. Барлығы ұнайды, барлығы біз ойлап, солай жасаған мазмұндар болды десем болады. Әрине, ішінде өзіме жақын болған контенттер болды. Мысалы, анонимді әңгімеге бір оқырманымыз өзінің Қытайдан көшіп келіп, бірақ та папасының Қытайда қалып,
мамасы және өзінің інісі бірге осы жақта өмір сүрген сондай бір әңгіме болды. Аудиториямызда өте көп комменттер жинаған сондай бір әңгіме болды. Осындай әңгімелер маған жақын болды, себебі менің де жағдайым сондай болды. Сондықтан сондай әңгімелерді оқыған кезде маған да жақын болды, шынымды айтсам. Осы жобаны қайта бастауға мүмкіндік берсе, нені өзгертер едіңіз? Қайта бастауға мүмкіндік берсе, жоба ретінде емес, бір организация ретінде тіркеліп, ауқымды гранттарға тапсырып, команда мүшелеріме төлегім келетін еді. Ерікті ретінде емес, яғни жұмыс ретінде жасағыңыз келеді ғой? Иә. Осы сияқты жоба бастағысы келіп жүрген адамдарға қандай кеңес айтар едіңіз? Иә, екі кеңес беруші едім. Біріншісі креативті болу керек. Әрдайым жаңа идеялар, жаңа әдістемемен жұмыс істеп көруге кеңес берем. Екіншісі, яғни қабылдай білу керек. Басқалардың, былайша айтқанда, оңды болсын, терісті болсын, кері байланысын қабылдап, ойлап, сараптама жасап, сол арқылы жобаны жақсартуға болады да. Сондықтан осы екі кеңес берер едім. Сіз көшіп келгелі тура 10 жыл болғанда осы жобаны жасадыңыз. Осыны сіз әдейі істедіңіз бе? Дәл 10 жылда болғаны, ол әдейі болған жоқ, кездейсоқ болды десем болады. Мысалы, 10 жылдан бұрынғы өзіме айтсаң, 10 жылдан кейін сен осындай бір жоба жасайсың десе, мен сенбес едім. Бірақ та осындай кезеңде болғанды өз бір мағынасы болды деп те ойлаймын. Себебі бұл 10 жылда мен Қазақстанға толықтай сіңдім десем болады. Және осы елдің көптеген, былайша айтқанда, қандастарға бағытталған бағдарламаларының арқасында өз жолымды, өз ізімді басып келе жатырмын десем де болады. Сондықтан бір қайтаратын кезең болған сияқты болды да. Осындай бір жақсылықты қабылдағаннан кейін қайтаратын кезең болды. Қандас ретінде мен Қазақстанда басқа Қазақстан азаматтарымен бірдей мүмкіндіктерге ие болдым. Осыған дейін сұхбат берген кісілерде де сондай шығар. Елмен тең мүмкіндіктерге ие болып, осы елде білім алып, қызмет жасап, жаңа бастамалар бастау, ол бір бақытты сәт деп ойлаймын. Сондықтан осы жобаға да үлкен рахметімді айтамын. Осы арқылы осындай бір қайтару болған сияқты. Және бұл жоба маған да өте көп әсер етті. 10 жыл болды, қайтадан сол бір кезеңге қайтып барып, не болды, мені қалай өзгертті деген сияқты сұрақтарды өте көп қойдым осы жылы. Адамдар өз әңгімесін жинаған кезде мен өзімнен тура сол сұрақты қойып жатам да. Немесе сұхбат берушілер сұхбаттарды, мысалы, мен әрбіреуін кем дегенде 5 рет қарап шығамын жариялаудан бұрын. Сол кісілердің өмірін бірге сүрген сияқты болып келеді. Олардың әңгімесін естіп, сол кездерді елестетіп жатқан сияқты. Сосын неге менде осындай болмады, неге бірдей болдық деген сияқты сондай көптеген сұрақтар қойдым өзіме. Сондықтан осы жобаның арқасында да былайша айтқанда көші-қонның әсерін толықтай сараптай алдым десем де болады. Сондықтан бұл да тек қана беру ғана емес, өзіме де көп нәрсе алдым. Жобаны аяқтай келе, осы қандастар жайында сіз айтып кеткендей жаңа нәрселерді де білдіңіз. Жалпы қандастардың қазіргі жағдайы қандай деп ойлайсыз? Бұл жобаның арқасында Қазақстанның этникалық көші-қоны жайлы көбірек білдім деп айттым. Осы 2 аптадан бұрын бізде онлайн іс-шара өткен кезде зерттеушілер де айтып жатты. Қазақстанның этникалық көші-қоны өзіндік ерекшелігі бар. Көптеген елдер осындай саясатты былайша айтқанда қолға алады, бірақ та Қазақстанда енді бір жаңа тәуелсіздік алған осындай саясатты қолға алып кетуі және
осы елде екі тілді бірге алып жатқан қос тілді қоғам болғандықтан бұл яғни өте ерекше бір кейс болып қабылданады, жағдай болып қабылданады. Және екінші нәрсе, менің ойымша, бұны этникалық көші-қон деп халықаралық көші-қоннан алшақтауға болмайды, себебі әлі де қандастар бірдей басқа шетелдерде мигранттар қалай қиындықтарға ұшыраса, мүмкін қандастар сондай қиындықтарға ұшырайды. Ол сенің этносың қазақ болғандықтан жоғалып кетпейді көп кезде. Сонымен қатар мойындауымыз керек, 90-шы жылға қарағанда қазіргі таңда қандастарға былайша айтқанда көші-қонына ыңғай жасауы, осындай қызмет көрсетуі жақсарып келе жатыр. Бұл жерде прогресс бар. Соған да енді соны да бағалай білуіміз керек шығар деп ойлаймын. Әлі де жұмыс жасай алатын салалар көп. Соның ішінде атап кететін болсам, менің байқағаным құқықтық сананы қалыптастыратын сондай бір тренингтар болсын, қандастарға сол керек сияқты. Тіл, менталитеттен бөлек осы елдің былайша айтқанда заңын білу, өздерінің құқығын білуі өте маңызды және осыған дейін көп айтылмай жатқан сияқты болып сезіледі. Сондықтан бұл жерде енді әрдайым да осындай сыни көзқараспен қарау керек сияқты. Жақсы жағында, жаман жағында да. Осылайша шетелден көшіп келген этникалық қазақ болсын, Қазақстанда бұрыннан тұрып келген жергілікті тұрғындар болсын, бір-бірімен бөлінбейтін қазақ қоғамын жасауға тырысайық деп ойлаймын. Жобамыздың сұхбатының дәстүрлі қорытынды сұрағын қойып кетейін. Сіз өз отбасыңыздың шежіресін білесіз бе? Бұл жерде мен енді бір түсініктеме айтуым керек сияқты жоба жетекшісі ретінде. Отбасылық шежіре деген сөз біз жобамызда қолдандық. Оның себебі 90 жылдан бері Қазақстанға болған көші-қон бұрынғы қазақ көші-қонына қарағанда айырмашылығы бар. Бұрын ру болып, немесе ауыл болып көшетін 90 жылдан бері ол бір отбасы, бір жеке тұлға болуы мүмкін. Сол кезде бұл жерде шежіре деген кезде көбінесе отбасылық шежіренің өзгеруі немесе сондай болып кетеді да. Сондықтан бұл жерде біз ру болып бөлініп, немесе жер болып бөлініп жатқан жоқпыз. Тек қана өз тарихын сұрап жатырмыз. Өзіме келетін болсам, енді қазақтың тарихы ауызекі тілі арқылы таралады ғой. Менде бұны жазбаша түрде емес, әке-шешемнен, ата-әжемнен естігенмін. Әке жағыма келетін болсам, ол кісілер Алтай аймағында өмір сүрген бұрыннан. Ол Алтай өңірінің ішінде көшіп қонып жүрген. Ал мамам, нағашыларым болса, бұрын Тарбағатайдан болған. Сосын Шыңжаңдағы қазақтар тұратын ең оңтүстік бөлігіне көшіп барған. Және 90 жылдары ол мамам да, папам да оқу бабымен Үрімжі қаласына көшіп барған. Және сол жерде қалып, мен сол жерде дүниеге келгем. 2012 жылы Қазақстанға көштік. Енді Қазақстанға көшкеннің өзінде де Ақтөбеге бардық, содан енді қазіргі таңда Астанаға көшіп келдік. Бұл көш мүмкін әлі де жалғасатын шығар. Бірақ та осылайша бұл менің отбасылық шежірем. Көрермендерімізге, тыңдармандарымызға осы отбасылық шежіре деп үнемі қойылатын сұрақты түсіндіріп өткеніңізге көп рахмет. Сіздің жеке отбасылық шежіреңіз өте қызықты әрі ұзақ із болған екен. Оған да көзіміз жетіп отыр. Рахмет Інжу сағанда бір жыл бойы сұхбат жүргізіп, соңында менімен жасағаның үшін. Рахмет. Сонымен із жобасының құрметті оқырмандары және көрермендері
осы бір жыл бойы бізде әлеуметтік желіде қолдау көрсетіп, келе жатқандарыңыз үшін үлкен рахмет. Бізбен бірге, іс жобасымен бірге қандастардың, әсіресе жас буынның өз жолын салатынына сенімді болғандарыңыз үшін де үлкен рахмет. Сау болыңыздар.